Балалар, тіктұртбұрыштың периметрін табуды үйренеміз. Бұл менде ені 3 см, ұзындығы 4 см болатын тіктұртбұрыш. Енді осы тіктұртбұрыштың қабырғаларын жазып қоямыз. Ұзындығы 4 см, ені 3 см. Біздер ұзындығын А деп аламыз. А тең 4 см. Өзім түсіріп, өзім жазып отырғасын. Кішкене ыңғайсыз жазылып жатыр, балалар. Келесі енін Б деп аламыз. Яғни 3 см. Яғни А дегеніміз ұзындығы, Б дегеніміз ені. Осыны ұмытпайық, балалар, нөшке жазып қояйын. А дегеніміз ұзындығы, Б дегеніміз ені. Осыны өлшеп осылай жазып аламыз. Енді біздер осы тіктұртбұрыштың периметрін табу үшін периметрі тіктұртбұрыштың белгісі сантиметр. Біз периметрді 3 тәсілмен табамыз, балалар. Яғни бірінші тәсіл периметрді табудың тіктұртбұрыштың 3 тәсілмен табамыз. Ал шаршыда 2 тәсілмен табамыз. Қараңыздар, тіктұртбұрыштың периметрін табу үшін ол А қосылған Б қосылған А қосылған Б дейміз, Яғни А дегеніміз ұзындығы, мына ұзындығын, және Б дегеніміз ені, мына енін. Қайтадан қосу А, мына ұзындығы, қосу Б, мына ені. Міне, балалар, осыны айтады. А дегеніміз мына ұзындығы, Б дегеніміз мына енін, және А тағы да мына ұзындығы, Б мына ені. Осының барлығын қосқандағы барлық қабырғасының қосындысы периметр болып табылады. Енді осы тәсілге сан, яғни мына жаңағы жазған 4-мізді 3-мізді қойып жазамыз. Яғни периметрі тіктұртбұрыш тең болады. А дегеніміз жаңа айттық қой, А 4, Б 3 дедік. Енді осының бәрін қосып шығамыз дедік, балалар. Мына жерде 4 сантиметрге тең, мына жерімізде 3 сантиметрге тең. Осының барлығын қосып шығамыз, балалар. Периметрі 4 қосу 3 қосу 4 қосу 3. Міне, осы жерге жазамыз сонда. 4 қосу 3 қосу 4 қосу 3. Міне, периметр дегеніміз осы. Барлық қабырғаларын табамыз деген сөз. 4 қосу 3 қосу 4 қосу 3. Сонда міне осы периметрі барлық қабырғаларының қосындысы болып табылады. Енді есептейік. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ге 4-ті қоссақ 11, 11-ге 3-ті қоссақ 14 сантиметр. Бұл периметрді табудың бірінші тәсілі. Тіктұртбұрыштың периметрін табудың бірінші тәсілі. Енді екінші тәсілі периметр. Ол қалай дейміз? Ол Аға Б-ны қосып, оны көбейтеміз 2-ге дейді. Неге? Яғни, мына ұзындығы мен мына енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Неге 2-ге көбейтеміз? Себебі ұзындық бізде 2, ені бізде 2 деген сөз. Түсіндік қой, балалар? 2-ге неге көбейтеміз? Өйткені оның 2 ені бар, 2 ұзындығы бар деген сөз. Біздер білеміз ғой. Мысалы, 4-ті өз-өзіне 2 рет қосты дегеніміз 4-ті 2-ге көбейтті деген сияқты. Міне, 4-ті өз-өзіне 2 рет қосты дегеніміз 4-ті 2-ге көбейтті дегенге тең. Сол сияқты, балалар, мына жерде де 2-ге көбейту деген 2 қабырғасы бар деген сөз. Осы формулаға, яғни тәсілмен жазайық енді. Аға Б-ны қосу дегеніміз 4-ке 3-ті қосамыз. Яғни, мына ұзындығына мына енін қосамыз. Жақшаның ішіне. Оны 2-ге көбейтеміз. Неге 2-ге көбейтеміз? Өйткені тіктұртбұрыштың 2 қабырғалары тең болады. Ұзындығы ұзындығына тең, ені еніне тең. Сондықтан 2-ге көбейтеміз. 4-ті 3-ке көбейтсек 7, қоссақ 7, оны 2-ге көбейтсек 14 сантиметр.
Келесі периметр табудың үшінші тәсілі. Тіктөрт бұрышта 3 тәсілмен табамыз, шаршыда 2 тәсілмен табамыз. Бұлдырап кетті ғой. Енді қараңыздар. Біздер А көбейту 2 қосу Б көбейту 2 деген тәсілмен тіктөрт бұрыштың периметрін табамыз. А көбейту 2 дейді. Неге? Б көбейту 2 дейді. Неге? Бұл да жаңағы. Неге келеді? Яғни ұзындығы 2 жатқан ұзындығы 2 қабырғасы 4-ке тең деген сөз, яғни ұзындығы 2. Біздер 4 қосу 4 дегеніміз ол тең 4 көбейту 2-ге деген сөзді көбейтумен алмастырған кезде осылай алмастырдық қой. Осы міне қосуды көбейтумен алмастыру дегендегіге осы келеді балалар не. Яғни 4-ті 4-ке қоспай-ақ 4-ті 2-ге көбейту дегенге осы келеді. Немесе 2 қосу 2 дегеніміз ол 2-ні 2-ге көбейт дегенге де келеді. Я балалар, міне осыны айтады. Яғни мына ұзындығы 2 болғандықтан 4-ті 2-ге көбейтеміз. Ені 2 болғандықтан 3-ті 2-ге көбейтеміз деген сөз. Яғни осы формулаға салатын болсақ 4 көбейту 2. Кез келген балалар мына жерде ұзындығы 5 болса, оны да 2-ге көбейтеміз. 6 болса да 2-ге көбейтеміз. Неге 2-ге көбейтеміз дегеніміз ол 2 қабырғасы тең деген сөз, бір-біріне қарама-қарсы шыққан 2 қабырғасы тең деген сөз. Осыған қосамыз 3 көбейту 2-ні. Енді есептейміз. 4-те 2 көбейтсе 8, 3-те 2 көбейтсек 6. 8-ге 6-ны қоссақ 14 сантиметр. Енді балалар қараңыздар. 3 тәсілмен есептесек те оның периметрі 14-ке тең болуы керек. Мына жерде біреуінде 14, біреуінде 13 болып кетсе, бұл жерде қате деген сөз. Яғни бір жерінде формулаға дұрыс салған жоқсың, немесе қате есептедің болады. Яғни периметрі қай тәсілмен есептесек те бір сан шығады. 14 шықты ма? Мына жерде де 14 шығу керек. Мына жерде де 14 шығу керек. Бұл бізде тіктөрт бұрыштың периметрі, яғни тең нешеге? 14 сантиметрге. Енді түсіндік қой балалар, неге 2-ге көбейтеміз десек, себебі тіктөрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне тең болғандықтан, яғни ұзындығы 2, ені 2 бір-біріне тең деген сөз. Қазір біздер шаршының периметрін табуды үйренеміз.